Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз спортта болған фейлдарға реакция жасайтын боламыз. Өте қызықты подборка, спорттағы құлаған адамдар, жарақаттанған адамдар, жалпы күлкілі фейлдар барлығы ішінде бар. Видеоны бастамас бұрын сіздерге өзімнің брендімді ұсынбақшымын. Бұл қарапайым деп аталады. Мына футболка менің өзімнің брендімнің футболкасы. Осы футболкаға заказ беру үшін мына Инстаграмға кіріп заказ беріңдер. Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткізу бар. Ал достар, видеоға лайктарыңды басыңдар, спорттағы фейлдарға реакциямызды бастаймыз. Кеттік ал. Уже бытшып отыр ғой мынау. Не отыр достар? Мә, ана қақпашының көзінде очки бар еді, зрениені очки. Ойбай. Жұмсақ екен ажыр, нормально. Көзінде очки бар еді, со очкиге доп не тиді ғой, доп. Очки шашылып кетті олай. Ё-моё. Бәрекелді. Очкосын өткізіп жүрген ғой. Мә, спорттағы фейлдар өте қызық болады достар. Осындай кәдімгідей мощный құлаған моменттер бар да. Басына түсті деп ойладым. Ё-моё. Бәрі кетті достар. Біреу құласа болды бұндай велоспортта. Артынан бәрі құлайды. Анау не істеп тұр анау? Ой, ё-моё. Потеря болып жүр ғой. Анау қарнымен түсті суға достар. Суға қарнымен түсу деген жаман ауыратын нәрсе ғой. Құлағандар білет достар. Комментарийге жазып кетіңдер, кім суға қарнымен немесе арқасымен құлаған биік жерден. Ойбай, не қылып жатыр мынау? Хоп. Кетті. Ойбай. Оу. Жігіттің тұрып тұрған несі құлаған ғой. Мынау жынды ма мынау? Айбай өлді ма? В смысле? Тұрып кетіп баратыр ары қарата. Ол жерде қар қалың ғой енді. Ойбай. Жоқ. Осындай қатты ауыр нәрселерді не үшін көтереді адамдар түсінбеймін бар ғой. Мә, түсіріп тұрған адамға тиген ғой. Айбай. Жоқ, қатты ауыр заттар. Не істеп отыр? Мә. Осы американецтардың бар ғой, көңіл көтеретін нәрселер қызық бар ғой. Гольф клюшкамен баскетбольный доп тұрып отыр ғой. Мә. Бетімен. Оу. Хоба, басымен соқты ана темірге. Мә, стойкеге. Айбай, басына тиді ма? Ұрған сәтте артындағы ана орындық сынған ғоны арқасы. Айбай. Арқасы кетті достар. Оу. Ё-моё. Жестко. Айбай. Арқасы жаман ауырды ананың. Жаман ауырды. Аяғын ұрдау ағашқа, я? Лапа бетіне тиген ғой, панқ еткізіп. Не отыр? Сорлы. Просто так артқа ұрып құлап қалған ғой. Мынау да басынан ұрады. Көзіне тиді, айбай. Көзіне тиген ғой. Мә! Ол ұрды. Удармен қыздың бетіне тиді ғой. Ішімен түсті, ішімен. Воу. Так, но не қонды отыр. Мә. Нормально, доп қой бұл. Айбай. Осылар жостко тормыз береді бар ғой, хоккеистер мұздың үстінде. Не енді мынау? Не күрес мынау? Айқайлаған несі арт жағында фонда балдар. Мысық бізде допты ұстап қалды. Айбай, кетті анау. Ой-ё-майо. Арқасымен жүгіруден жарыс енді. Хоп. Сәл қалды. Дұрыс түсуге.
басына таңқ еткізген ғой барып. Жоқ. Ё-моё. Блин, осылай қатты жүгіріп келе жатып құлаған жаман. Ай. Денесі бар ғой ана цементке сырылып ше. Басымен қол салып кетті, прикинь. Ема аузын ұрып. Ё-моё. Мамасына қарай сөйтіп ұра ма екен? Ай, арқасы, ё-моё достар. Қатты секіріп жіберді, арқасымен жерге ыңқ еткізген ғой. Өліп құлайын деп тұр ғой, сынып кете ма таяғы? Біліп көрмегенмін да, біліп қоятсың ғой уже. Сынып кететін. Ема, басы айналып жатыр ананың. Менде де дәл сондай болған, челлендж түсірген кезде. Ема, басына нұқып жер ма, не қылды? Теннисіне доппен командасындағы адамның басынан ұрады ғой. Так, соқсат. Ай. Айбай, маңдайын ұрды жерге. Тұра алмай қалды, ема. Басына тиген ғой. Ема басқа біреуді құлатты ол. Бір адамның кесірінен екі адам құлады. Үшеу ма? Айбай! Арқасымен құлады. Блин, веб-камерадан көрінбей қалды да сендерге. Айо, мына жерде жаман болмасын әйтеуір. Кән. Так, кетіп баратыр. Айбай! Жаман құладан жақта 3-4-еу. Көзім жұмып қалған ол, прикинь, сәл қорқып кеткенсің ғой, ема. Стопқа барып соққан ғой. Қақпашы енді мықты екен енді. Қолмен допты қақпаға қарайды. Салып жібергені қалай кетті? Ема, ана ілініп қалды ана жібіне. Бірдеңе сынды үйінде. Вазама бір бәле сынды. О, фризби. Айбай, соқтықсып қалды. Бір түрлі соқтықсып қалды аналар негізі. Полный денесімен суға секірді ма? Не істеді, достар? Айбай, басына ұрған ғой доппен. Қабырғасы кетті-ау деп қоям ананың ше. Жоқ. Жосқы соқтығысама дебем. Давай, сегір. Астынан өтіп кете салғаны қалай кетті. Айбай. Болды ғой. Отылды. Ең соңғы. Ай. Не қылайын деп жатыр мынау? Әшейін жүгіріп келе жатып құлап жатыр ғой. Гольф ойнап көру керек еді, достар. Айбай. Мә. Ұрат, ана қызыл тұрған адамға бара ма? Жоқ. Битасы ұшып кетті камераға қарай.
Айбай, сонша анандай защита тұрда сетка, бірақ үстіге потолок арқылы барып ана терезені сындырады ғой. Ай, ё-моё. Айбай, люстраны сындырып тастаған ғой үйінде. Йо. Қалай арт жақтағы терезені сындырды? Ой, ё-моё, бүкіл ойынды бұзды анау. Айбай, тізесі жырылды. Не қайында отыр? Кольцо тибейін деп отыр ма? Айбай, ана темір әшін құлап қалған ғой. Айбай, аяғы ілініп қалды ананың, ё-моё. Давай, жүгір. Жүгіргеніне қараш. Бұтсып. Кішкентай балалар. Күшті ойнағандар. Ай. Құлайтын кольцоға жапсыға бола ма солай? Мынау мына жақта өзімен өз құлап жатыр. Айбай. Өзі құлағанымен қоймай, қасындағы біреуді құлап кетіп қалған ғой әрі қарата. Так, великпен сырғанап баратыр, түсінікті балшықтың үстінен. Аха. Неге анандап түсе салмайды великпен? Қуама мыналар. Великтен түсіп, жаяу түсіп жүр ғой. Мынау сендердің достарың ғой, белгілеңдер комментарийге достар. Кімнің осындай досы бар, комментке белгілеңдер. Өмірі қақпаға гол соға алмайтын. Қисық деп етін ше, қисық. Мә! Осы тас лақтыратын спорт бар ғой. Қолайсыз бір спорт қой. Айналып, лақтырып жібереді. Айбай. Бетіне тиген ғой, баңқ еткізіп. Жоқ, телевизорге тиіспе. Тиіспе телевизорге. Нормально. Өзі құлады. Мен телевизорға аяғы дыңқ еткізе ма деп ойлағам. Нормально. Кто писает? Так. Ема, дәл машинаға барып тема. Біреу кетсе кетті ғой болды ғой. Бұндай талпан арасында құлауға болмайды. О, қасқа. Серфинг. Ема, толқын басынан нұқып жүрген ғой. Не отыр на Майкл Джордан? Мә! Ё-моё. Бәрекелді. Теп-тегіс жерде құлау деп осыны айтады. Басталды, айналдырып лақтыратын. Басқа жаққа лақтырып жібереді қазір. Камераға или там басқа бір жаққа. Айттым ғой. Басқа бір жаққа лақтырып жібереді. Ема. Жүзу жарысында суда утка жүр. Судың бетінде спокойно тұрады, солар бар ғой. Қарнынан бетінен ба. Ағашты сындырып бетінен бір тікпен ғой. Ал.
Шымбұлақта жүр міне. Жандос жүр Шымбұлақта. Мә! Жаман түсті негізі бұл. Бүкіл денесімен салмағымен қарған нұқ. Аңқыткызды ғой. Ой, допты қабылдайын деп құлаған ғой. Ё-майо, бір допты ала алмайды ғой. Эх, не істесек болады, не істесек болады екен. Ой, секең етпей дұрыстап жүгіріп лақтырсаң болады ғой. Одан не болды? Деп ұрғанда не болды? Не пайда одан? Мә. Тағы да алай ма? Жоқ, мұзда жүре алмайды, бірақ айналып жатыр. Так, біреу жосқы қылайды қаз. Ё-майо, финишке кіре алмай қалған ғой, прикиньте. Екінші кіруге мүмкіндігі бар еді. Но қуама, қалай бұлай аспанға лақтырып жіберуге болады? О, мынау. Болды, шыға алмай қалады қыз. Ема. Аяғын ала алмай қалған ғой. Камераға тиетін сияқты доп. Жоқ, бетіне. Мә! Хоп. Желмен доп бұлай кетіп қалған. Ауыңмен құламаш, ауыңмен. Бір жақ шетімен түсті. Ой, бұл. Так. Аха. Мә! Так, аспанда дрон тұр. Жерде бала тиюін деп жатыр. Мә! Мә! Ойбай. Осымен бүгінгі реакция бітті. Қай момент сендерге қатты ұнады, қатты күлкілі болды, соны таймингке жазып кетіңдер комментарийге. Мен міндетті түрде оқитын боламын және де көретін боламын. Менің брендімнің футболкасына заказ беріңдер. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар.